Хазірет Алидің мұсылман болуы. Хазірет Хадишаның шәк келтірместен иман айтып, мұсылмандықты қабылдауы Мұхаммед пайғамбарды саллаллаху алейхи вассалам үлкен қуанышқа кенелтті, жігерін жаныды. Жер жүзінде өзін мойындаған, иманға ұйыған біреудің болуы неткен бақыт. Пайғамбарымыздың исламға шақырған екінші адамы тағы да ет жақындарынан жас бала Әли болды. Ол 4-5 жасар бала шағынан бастап Хазірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам тәрбиесінде болған. Өзі құралпы балалардан адамгершілік, ақылдылық, тәрбиелілік жөнінен оқ бойы озық тұруы соның көрінісі іспетті. Кішкентай Әли бір күні Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам мен Хадишаның намаз оқып жатқанын көріп қалады. Намаз аяқталғанша аңтарылып қарап тұрады да бітірген соң, бұл жасағандарыңыз не деп сұрайды? Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: «Уа Әли, бұл Алланың өзі қалаған дінінің талабы. Мен сені де бір Аллаға иман келтіруге шақырамын. Адамға пайдасы да, зияны да жоқ пұттарға, Лат пен Уззаға табынуды бүгіннен бастап доғар дегім келеді». Әли көзін төмен салып ойланып қалды. Аз кідірістен соң: «Менің өмірімде естімеген нәрселерімді айттың. Әкем Әбу Талибпен ақылдасып көрейін» деді. Алайда пайғамбарымызға әлі дініне ашықтан ашық шақыруға рұқсат берілмеген еді. Сол себепті Әлиге: «Әй Әли, менің айтқандарымды қабылдағың келсе, ешкімге тіс жармастан қабылда. Ал егер жасағың келмесе, онда ерік өзіңде. Тек көрген білгеніңді ешкімге айтушы болма» деп ескертті. Әли пайғамбардың ескертуінен соң сырды сақтайтындығын айтып уәде берді. Бірақ сол түні ойға беріліп дөңбекшумен болды. Таң арайлап атқан шақта Хазірет Алидің көңілінде шуақты ой орнықты. Бала көңілі батыл шешімге келген еді. Таң сәріден Алла Расулына барып түйінді ойын жеткізді. «Алла мені жарататын кезде Әбу Талибтен рұқсат сұраған жоқ қой. Мен де енді құдіреті күшті жаратушы иеме ғибадат ету жайында әкеммен ақылдаспасам, ерсілік бола қоймас» деп тоқтамын білдіріп мұсылман болды. Ең алғашқы бала мұсылман атанған Әли радиаллаху анху сол кезде небәрі 10 жаста. Абайлау әрдайым қажетті қасиет. Әсіресе қандайда болсын жаңа істі бастауда абай болу әсте керек. Әр нәрсені, мейлі ол шындықта болса, барлық жерде жария етуге болмайды. Мұхаммедті саллаллаху алейхи вассалам үйренгеніңді ешкімге айтпа деп Әлиге ескерткенде жаңа істе, дін таратуда сақ болудың үлгісін көрсеткенді. Алланың ақ жолын уағыздауға қоғамдық, әлеуметтік шарттарды ескере отырып, ақырын жүріп анық басу біздің заманымызға да керек өлшем. Иман шәрбәтімен сусындау бақыты Хадиша мен Әлиден соң бір кездері сүйікті пайғамбарымыз асырап алған Заид ибн Харисаға бұйырды. Мұсылмандыққа мойын сұнғаннан кейін Хазіреті Әли мен Хазіреті Заидтің Расулаллаға деген сүйіспеншіліктері бұрынғыдан да арта түсіп, пайғамбарды пір тұтты. Иманнан нәр алған екі жас ғибадаттарын да Хазіреті Мұхаммедпен бірге орындайтын. Үшеуі бірге қасиетті Қағбаға барып намаз оқитын. Пайғамбарымыз ислам дінін көпшілікке ашық жарияламаса да, мүшриктер саусақпен санарлық мұсылманның Қағбада намаз қылғандарын жаратпаған. Өзгеше ғибадат жасағандарға тыжырына қарап ұнатпаған. Мұны байқаған Хазіреті Мұхаммед көбінесе Хазірет Әлимен бірге намаз ғибадаттарын қырда, тау мен тастың қалқасында, көпшілік көзінен таса жерлерде жасаған. Пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам қасынан бір елі айырылмаған соң, Әлидің әке-шешесінің көңіліне күдік ұялады. Әсіресе анасы Фатима қатты қауіптеніп күйеуіне: «Ұлың Мұхаммедпен күндіз-түні бірге, бірдеңеге ұрынып қалып жүрмесін» деп қараспанды төндірді. Әбу Талиб саспай салқынқандылығына салып, жағдайды пайғамбарымыздың өзінен естігенді жөн көрді. Осы мақсатпен Хазіреті Мұхаммедпен ұлының ізіне түсті. Олардың жазық далада екеуден екеу намаз қылып тұрғандарын көрді. Әбу Талиб келген бетте екі дүниенің сұлтаны Хазіреті Мұхаммедке қарап: «Ей, бауырымнан қалған жалғыз тұяқ, сені асылдың сынығына балаймын. Бірақ мен түсінбейтін бір нәрсе бар. Осы сенің уағыздап жүргенің недін?» деп сұрады. Пайғамбарлар падишасының жауабы: «Көке, мына дүниедегі жанымдай жақсы көретін жандардың бірі өзіңізсіз.
Бұл дін Алланың діні, періштелердің, пайғамбарлардың және арғы атамыз Ибрахимнің діні. Құдіреті күшті Алла осы ақиқатты тарату үшін маған жауапты міндет жүктеді. Тура жолға шақыратындарымның және менің үндеуіме алғашқы боп үн қосатындардың қатарында сіз де барсыз. Сіз бұған ең лайықты адамсыз. Бұттарға табынғанды қойыңыз, бір Аллаға иман келтіріңіз. Әбу Тәліп біраз ойланып тұрды да, мен ескі дінімнен айырыла алмаймын, бірақ саған кедергі де болмаймын. Сен өз білгенің тұстан. Мен аман тұрғанда ешкім сенің жолыңа көлденең тұра алмайды. Уәдем уәде деді. Сонан соң Әлиге бұрылып, ұлым-ау, сенің ұстанған дінің не деп сұрады. Хазірет Әли, әке, мен Аллаға және оның елшісіне иман еттім. Алланың нәбиінің жаратушыдан алған хабарларына сеніп, мойын ұсындым. Расулға ұйып, намаз оқыдым деп жауап берді. Ұлының жауабын ден қойып тыңдаған Әбу Тәліп, ей ұлым, үміт еткен көзімнің нұры сенсің. Мұхаммед саған бөтен емес, туысқан болып, бір-біріңді жаттай сыйламасаңдар, өзгелерден жақсы қарым-қатынас күтпей-ақ қойыңдар. Ағаңның айтқанын мақұлдап, оның дініне өз еркіңмен кіргенің жөн-ақ. Ол сені тек жақсылыққа шақыратынына сенемін. Мойынсұнған екенсің, айтқандарын екетпе. Мен сендердің сырттай тілеулестерің болуға жарасам болды емес пе деп, Әзірет Мұхаммедті де, Хәзіреті Әлиді де қуантып тастады. Сосын келген ізімен кері қайтты. Үйде Фатима күйеуін дегбірсіздене тосып отырған. Әбу Тәліп табалдырықтан кірер-кірместен бас салды. Қайда ұлың? Неге ертіп келмедің? Қызметшімнің айтқаны рас болса, біздің Әли Хазіреті Мұхаммедпен саллаллаху алейхи вассалам бірге жият алқабында өзгеше құлшылық қылып жүр дейді. Не деген сұмдық, елдің бетіне қалай қараймыз? Әбу Тәліп мұнан ары сөйлесуге шамасын келтірмеді. Көкесінің баласына бас көз болып, көмектесу Мұхаммедтің міндеті. Бауырына қолдау көрсеткеннің несі айып? Егер Әбділмүттәліптің дінін тастау үшін нәпсімді жеңе алсам, Мұхаммедтің саллаллаху алейхи вассалам жолым бірінші болып мен қабылдар едім. Өйткені ол әмин, халим әрі тахир.